Қазақ пен жылқы ежелден дос. Арғымақты ауыздықтап мінген адамға қанат бітетіні анық. Қазақтың шекарасы жылқы тұяғымен сызылып, жылқы шабысымен қорғалған. Кінәмшіл, кірпияз, өргөкірек жануар адаммен бірге жүріп қазақ даласының тарихын жазды десек те артық болмайды. Баянғали Әлімжанов жырлағандай, арғатан түрік пен ғұн батыр сақта, хандықтың жартысын берген тұлпар атқа, түрігім алты қырдан бір ағасты, ең алғаш адам атқа қонған шақта. Пырақты шырақ қылып түнек кезде, тәңірім берген шығар біздің баққа дегендей. Қобыландының тай бұрылы, алпамыстың бай шұбары, ер тарғынның тарланы қайдан шықты дейсіз. Ертеден бастап саққұн түрік дәуірінен келе жатқан кәсіп ол. Арғымақ, қазанат, сәйгүлік, тұлпар, дүлдүл сияқты асыл тұқымды жылқыларды қолдан сұрыптап, будандастырып, емін еркін емізіп, еркін ұстап, кейін адам жоқ жерде, мал жүрмей ит пен адам даусы естілмейтін жерде тәрбиелеп, сөйлесіп, сырласып, шаптыртып күтіп, шөп пен жемнің асылын беріп, тері мен ет арасындағы тықырын сыртқа шығарып, ағартып, уақыт келгенде биеге қосып, белін қатайтып, асыл текті тұқымдарды шығарған осы ата-бабаларымыз ғой. Содан қалған сөз. Жылқы малы қазақтай текті, арамас ішпейді, өз баласына, енесіне шаппайды деген рас. Жамбыл облысы Луговой жылқы заводынан шыққан абсенттің өзі олимпиада чемпионы болса, оның әкесі 1945 жылы 9 мамырда жеңіс парадында маршал Жуковтың өзі ақбоз атты мінген. Міне тектілігі қандай. Құлаш мойын майда жал қиған қамыс құлақтан, бота тірсек бөкен сан, сом болады 4 тұяқтан. Үсті жайлы пырақтан тиіп кеткен тұяғы, қара тасты уатқан, қасқыр көрсе бір тарпып, төбесін ойып сұлатқан, қайыспайтын ауырға темірдей берік белі бар, қыздыратын темірді оттан ыстық демі бар, шапқан кезде құсқалар, желмен жарысқан пырақтар деп Сәти Еспайұлы жырлағаны дәл келеді. Данақ сақалдар ер балаға атқа отыруға парыз еткен. Сол себептен жаңа туған балаға құлын атап, елің үшін өмір сүр, халқыңа қалқан бол, батыр бол деп бата беріп атқа қондырған. Атқа қонған баланың қол аяғы жинақталып, ой өрісі тазарып, рухтанып, үрей мен қорқынышы жоғалады. Қазақтың өмірі ат үстінде өткен. Атадан қалған сөз бар, аттың жалына жақсылық байланған, ол қиямет күніне дейін жүреді. Оның 3 түрлі жақсылығы: ат ер жігіттің сыйы, ат ер жігіттің абыройы, ат ер жігіттің ауыртпалығын көтереді. Ал жақсылық жазылған ат, ол Алла жолындағы ат. Бұл аттың сауабы иесіне жазылады делінген. Осыдан аттың жалын кеспеген. Шайтанда қаскүнемдік жасап, аттың жалын өріп кетсе, оны тарқата алмаған. Түрік қағана тоныға көлгенде, оның атының жалы мен құйрығын кесіп жіберген. Тек жылына ас бергенде сол атын әкеліп сойған екен. Осындай дәстүр қалыптасқан. Әділбек Қабаның басынан өткен оқиғасында былай дейді: қыздың баласы жиен келіп әкемнің атына жармасты. Көңілін қимаған әкем сол атын арнап береді. Артынан атын сағынып қатты уайымдайды. Бір күні жайлауда аты қашып келіп, иесін тапқанда, бір-бірін құшақтап, әкем өкіріп жылағанда, олардың достығын сонда байқадым дейді. Кейін жиенге биелі құлын береді. Әкем келе жатса, аты тыпыршып, қуанышын білдіретін. Әкеміз қайтыс болғанда қайғыға батқан аты да көп ұзамай ол да о дүниеге кетті. Бір күні анам түсін айтып, әкелерің боз атына отырып шауып жүр, о дүниеде де бір-бірін тауып дегенде қатты қуандық дейді. Міне, жануар мен адамның үзілмес достығын қараш. Пырақ деп қандай атты айтады. Құранға көз жүгіртсек, пайғамбарымыз Миғраж сапарында 7 қабат аспанға көтерілгенде Алла оған бурақ атын түсірген. Денесі ат, басы адамдікі, қанатты. Бүкіл пайғамбарларға осы атты түсіріп отырған десе, ал пырақ деген осы аттың қазақша атауы болып табылады. Гиппократ былай деген: атқа отырған бойын жинап, ойы тазарат, тірек қимылы түзеліп, үрей мен қорқынышынан айырат дейді. Иә, жылқы емші. Қазіргі таңда ипотерапия тәсілімен тірек қимылы апаратын, бас ауруы, нерв жүйесі, остеохондроз, атеросклероз, ДЦП, эпилепсия, буын, сал, асқазан, ішек, жүрек тағы да басқа ауруларды емдейді. Тірі тренажерді қазағым ертеден білген. Жылқы майын сынақшылар көп пайдаланса, ат терісін нерв қысылған жерлерге 15 минут басып та емдеген. Тағы да басқа ауруларға пайдаланған. Жылқы терісі мен майының күштілігі адам сүйегін жұмсартып, езіп те жібереді.
Голощекин билігі тұсында қазақтың сағын сындыру үшін аттан түсіру керек болды. Сол себептен малдың барын алып, қолдан аштық жасады. Бұл әлемде болмаған қиянат еді. Сен неге тұлпар атым кісінейсің? Жабығып неден көңілің түстеңсең? Ергіп ауыздығын қарш-қарш шайнап, бұл қалай бұрынғыдай сілкінбейсің деген Ахмет Байтұрсынұлының жыры осы кезеңде меңзегендей. 1931-1933 жылға аштықта 2.300.000 қазақ қырылды. 1 миллионы шетелге қашты. Есепте жоқ өлгендер одан да көп. Арғымағынан айырылып, аттан түскен қазағымның қанаты қиылды деген осы. Құрдымға түсіп сорланды. Жылқы баптау мәдениеті жайына қалды. Бұқар жырау жырлағандай, ұрпағымыз құрт құмырсқаға айналып, ұсақталатын заман болар деген осы емес пе? Ақыр заман болғанда адамның жақсысы кетіп, жаманы қалар, жылқының жүйрігі кетіп, шабаны қалар деген осы емес пе? Ердің қанаты ат деген сөздің мағынасын ұрпаққа түсіндіріңіз ағай. Жылқы мен қазақтың қаны да, жаны да бір. Асфальтта өскен ұрпағымыз салт дәстүрді білмей, алыстап кетпесін ағайын. Жинақтаған Ешмағамбетов Бауыржан Сатыбалдыұлы.